Достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге құрамына ешқандай жұмыртқа қосылмайтын балды осындай пряниктер бірге дайындайтын боламыз. Сырты осылай қытырлақ болып шығады, арасы деген жұмсақ болып шығады, толықтай пісіп шығады. Видеомды толықтай қарамас бұрын арнама жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға алдын ала өлшеп алған қантымызды саламыз және ертіп алған сары майымызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен енді 2 ас қасық балымызды саламыз. Кез келген бал жарай береді. Менде дүкеннің балы. Жақсылап араластырып аламыз. Енді қаймақты саламыз. Қаймағымызды да біркелкі болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық рецепті достар төменде описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жерден көбейтіп жасай берсеңіздер болады. 1 шай қасық ас содасын саламыз және алдын ала електен өткен ұнымызды аз-аздан сала отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға жабысқақтау болып келеді. Қамырларымыз дайын болды. Дәл осылай жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды 15 минутқа холодильникке қойып аламыз. Енді осы уақытта духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырып қоясыздар алдын ала. Ешқандай таразысыз, көз мөлшерменен барлығын осылай қасықтың көмегіменен алып дөңгелектеп форма жасап аласыздар. Яғни құрт сияқты дөңгелектеп аласыздар барлығын. Міне барлығын жасап алдым. Дайын болды. Осыменен дайын болған пряниктерімізді пешке 15 минутқа жіберетін боламыз. Арада уақыт өткен кезде осылай қып-қызыл болып, өте күшті көтеріліп, арасы толықтай пісіп, қызарып, пісіп шығады. Міне дәл осындай болып көтеріліп, пісіп шығатын болады. Сырты деген осылай қытырлақ болады. Арасы деген жұмсақ. Арасын міне өсіп көрсетейін. Толықтай піседі, өте жақсы көтеріледі. Міндетті түрде достар жасап көріңіздер. Балаларға да үлкендерге де ұнайтынына сенімдімін. Бір жасағаннан мінсіз болып шығады. Шаймен ішкенге де өте таптырмас пряниктердің бірі. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздерге де аз болсын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.